Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай оңай дайындалатын және жұмсақ дәмді болып шығатын бәліштердің рецебімен бөлісетін боламын. Барлық ингредиент видеоның астында жазылған. Ең алдымен жылы суымызды және жылы сүтімізді бір ыдысқа құйып, 1,5 ас қасық ашытқы салып, бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минуттан кейін бетін ашып, ерітілген сары майымызды, 2 жұмыртқамызды, қант және жарты шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызды бірден қосып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілуге қоямыз. Менде 1,5 сағат тұрды және өте керемет болып көтерілді. Тестаға ешқандай да артығын қоспаймыз, тек сұйық май арқылы ғана тестамен жұмыс жасаймыз. Мен тестаны 60 граммнан кішкентай бөліктерге бөлетін боламын. Және массаның көмегімен өлшеп алатын боламын. Масса міндетті емес, бірақ та массамен өлшейтін болсаңыздар, бәліштеріңіз бірдей болып шығады. Бұл әрине міндетті емес. Көз мөлшерімен кішкентай бөліктерге бөліп берсеңіз болады. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп алған тестамызды домалақтап шығамыз. Тестамыз қатып қалмау үшін оның бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Сіз бәлішті кез келген өзіңізге ұнайтын формада жасасаңыз болады. Менде осындай протеиннен 2 шықты. Ары қарай 1 жұмыртқамызды жарып, осы бәліштеріміздің бетіне жағатын боламыз. Бұл ешқандай да міндетті емес, бірақ та егер бетіне жағатын болсаңыздар, бәліштеріңізге бір ерекше түс беретін болады. Бізде бәліштер дайын. Бөлме температурасында 10-15 минут суытып аламыз. Шынымды айтсам, өте жұмсақ болып шықты. Дәмі де өте керемет, міндетті түрде дайындап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.